Салам достар, сіздермен бірге Android Games каналы. Және де біз бүгін әдеттегідей хоррор ойын ойнайтын боламыз. Бұл хоррор ойынның аты Evelynessa The Cursed Place деп аталады. Эвелина деген қыздан қашамыз. Ол бізді ұстап қалуға, ұстап алып, жеп салуға, өлтіріп тастауға тырысады. Біз одан қашуға тырысамыз. Бұрын соңды бұл ойынды ойнап көрмеппін, естімеппін, бірақ Play Market'та оқығанымда өте қорқынышты ойын дейді. Және бұл ойынды не істеу керек білмеймін. Қазір бірге анықтап біліп тырысамыз. Играть дегенді басайық. Қанша ойы, 2-3 хоррор ойынды мен или почти бәрін ба до конца өтпеген. Қорқақтығымнан, мүмкін тупостьімнен шығар. Көп затты қалдырып кетіп, ұмытып кетіп, көрмей қалып ататын кездерім болады. Yani бірақ мына ойынды до конца өтіп кетті. Уәде бермеймін, бірақ тырысам. Ох, орысша екен. Я освободил ее. Она на меня напала, но я не умер. Я понимаю, что произошло. Я не понимаю, что произошло. Я был без сознания и видел странный сон. В нем был... Даусын шығарайын, кешіріңіздер. В непонятном жутком месте. Чтобы выбраться оттуда, мне нужно было собрать 4 черепа, отнести их в церковь и сжечь их там. Но каждый раз мне мешала она. Эвелинесса. Мына ойында сондай екен, бір нәрсені жинап. Мысалы, мынау екінші часть екен, Эвелинессаның бірінші частында мына біреу жігіт 4 череп жинап церковьге апарып өртепті. Бірақ ылғида Эвелинесса мешать етіп қалады екен. Ол бізге қалай мешать еткен? Дауысын до конца шығарам, достар. Наушникпен көріңіздер, сол кезде қорқыныштырақ болады сізге ойын. Так, ой, блин, мына ойында жүгіруге болады екен, достар. Шынымды айтам, маған жүгіретін ойындар ұнамайды. Жүгіре алса, значит біреуден біз қашамыз. Бұл маған өте қатты ұнамайды, біреуден қашқан. Так, ойынды громкостьін жөнделік. Найти все 4 черепа дейді. Нет. Біз... Нет. Туф, әрің таптым, қайтан ойын бар. Бірақ бұл жолы бізге қайта 4 череп тап дейді. Так, мына подвалға түсе аламыз ба десем, түсе алмайды екенбіз. Мына подвалды жаба салға бол. Достар, уже бізге бір дауыстар естіліп жатыр. Біз қорықпаймыз, достар. Уже біз көп хоррор ойын ойнадық, так что біз қорықпаймыз. Уже кішкене үйреніп жатырмыз, достар. Біріншісін ойнамаған, походу біз біріншісінде жаңағы церковьта 4 череп өртеп, походу мына жақтан шыққанбыз, и мынау жалғасы типа. Уже далаға шықтық. Это место не очень похоже на то, что было во сне, но я как здесь оказался, ведь я был совсем в другом месте, чтобы это не было, попытаюсь найти те черепа и выберусь отсюда, дейді. Я, досым, өзіңе сен. Біз табамыз ол 4 черепті, қорықпа, уайымдама. Так, Эвелинессадан, жаңа қыздан слабый жерін білмейміз. Блять, будто матчик. Блин, просто инстинктивно закрыть глаза деген ана шетіндегі жаңа оң жағында көрдіңіз бе, сол кнопка бар екен. Сол кнопканы бассақ мына көзін жабады екен, біз көзімізді жапқанда ол жоқ болып кетеді. Достар. Мен де өте қатты қорықтым. Енді айтайын деп жатып едім, мен Эвелинессаның әлсіз жерін білмеймін деп. Енді білдім әлсіз жерін. Көзімді жұмсақ жоқ болып кетеді екен, оған да тәуба. Бірақ бұл ойында біз қуалайтын заттар бар ма, жоқ па білмеймін. Тезірек мына біреу чертовы церковь па білмеймін не екен, сол жерден қашып құтылдық. Және де біз ары қарай кетейін десек, ары қарай су біз кете алмаймыз. Шіркін, мына жерде қайық болса ба. Мына жерден уже кетіп қалғым келіп тұр, достар. Эвелинессаның түрін біз көрдік, өте қорқынышты екен. Енді
Мына үйге кіріп көрейік. Осы үйде черепті табатын шығармыз. Есікті жаба салайын на всякий случай. Эвелинесі өте білдіртпей шығады екен. Білдіртпей шыға келеді екен, білінбей. Так что біз бүгін 1000 рет қорқатын боламыз, достар. Так что кімнің шыққысы келіп отыр, сразу айтайын, көрмей қойыңыздар. Ботыңызға шығып қойыңыз мүмкін. Так, мынау ашыла ма пеш? Пеш ашылмайды екен. Иә, қазіргі ужастар не болып кеткен, ойынға кіре сап қорқытады, достар. Кіре сап уже инфаркт ала жаздадық, жарайды, ештеңке қылмайды. Және мына үйдің артында тағы үй бар екен. Так, сол жерге барып көрейік. Маған еле қате көрінді ма? Мен жаңа мына терезеден қарағанда ма үй көрінген сияқты еді. Көзімді жауып үлгердім, достар. Жәде міне. Так. Так, түсінген жоқпын. Міне біз жүгіре аламыз, иә, достар. Бұл жүгірсе шаршап қалады екен. Иә, анау выносливость екен ғой. Иә, бұл ойында жүгіруге болады, достар. Тағы да айтып қойын, және де маған ұнап тұрған жоқ бұл. Так, біз мына жерден шықтық, үйдің артына барғам, және үйдің артына түк таппадық. Енді мына жерге барайық. Жүгіре алатынымыз, иә, ұнап тұрған жоқ маған. Значит, біз біреуден қашамыз. Мен ешкімнен қашқым келіп тұрған жоқ, достар. Және де мына пештер. Опана, череп. Куда я попал? Мрачное место. Тезірек черепқа барайын, достар. Біз өте түсініксіз жерде жүрміз. Өте қорқынышты жер екен. Және тезірек черепті алайық. Что это было за место? По крайней мере, я вернулся обратно. У меня есть 1 череп, нужно найти 3 остальные. Достар. Не болса да әйтеуір черепті алдық. Бірақ черепті жаңа көрдіңіздер, оңай аламайды екенбіз. Бізді черт его знает бір жерге лақтырды. Достар. Так, мына үйге тезірек кірейік. Және де дала өте туман екен. Адасып қалуға болады, достар. Мына үйде де череп болса екен, достар. Мына үйде де череп болса екен, достар. Достар, я өте қорқынышты ойын. Блин. Қайта бізде бір череп бар. Оған да тәуба. Так, иә, дала туманды өте шатастырады. Так что біз қаяқтан кеп отқанын біліп отқан жоқпын, достар. Көзімді жауып үлгердім, достар. Мына ойыннан реакция мен. Және мына бір дауыс ұнап тұрған жоқ, маған шынымды айтсам. Мынаның астында тұра тұрайыншы, бір остановкаға ұқсайды екен. Так, жарайды, мына жерге барып көрейік. Мүмкін бір нәрсе табатын шығармыз. Иә, басқа ойындарда бізге 7 кітап, 8 кітап деген сияқты табу керек деп еді. Мына ойында әйтеуір 4-ақ череп тап дейді. Бірақ 4 черептің табудың өзі оңай емес сияқты, достар. Карта және өте дәу екен. Және біз 4 череп тапқаннан кейін не істейміз білмеймін, достар. Так. Мына жаққа қалай кіреміз? Бұған біз алдынан кіре алады екенбіз. Әзірге, иә, қорқынышты жерлер болды, бірақ та дала әлі тыныш.
бізге қайта құр Эвелина ғана көрініп жатыр. Эвелинадан көзімізді жапсақ ол жоқ болып кетеді, так что нормально. Блин, Эвелина ғана көріне берсе екен. Әйтеуір ештеңке қуаламаса болды достар. Біз бұл ойында тағы да қайталай жүгіре аламыз. Бұл маған ұнап тұрған жоқ. Ешкімнен қашпасақ екен. Так, мына сарайларға кіріп көрдік, ештеңке тағы. Иди в жопу, Эвелина. Мен сені қолыңнан точно өлмеймін. Сен достарыңды жібермесең болды, точно только. А так сенен мен точно өлмеймін. Көзімді жұма салам, сен жоқ болып кетесің. Только достарыңды жібермеші, Эвелина. Так. Қанша үйге кірдік? Бірақ череп таптық, қанша үйге кіріп. Бұл маған ұнап тұрған жоқ, достар, шынымды айтсам. Жарайды, мына туалетке барып көрейік. Бұл туалет емес екен. Және түк жоқ ояқта. Қандай ауылда жүрміз? Білмеймін, әйтеуір бір жерде жүрміз. Өте туманды, өте қорқынышты және өте тыныш. Өте тыныш, маған бұл ұнап тұрған жоқ. Бірнәрсе қуалайтын сияқты болып тұр, білмеймін осы. Өзім бірнәрсе тілеп алмай қойын. Бірақ почему-то бірнәрсе қуалайтын сияқты. Череп, достар. Пошел в жопу, есік жауып қояқ. Черепті алғанда тағыдан басымыз әлем кетпесе болды. Так, походу біз тағы да бір жерге лақтырды. Черепқа жету өте қиындап баратыр. Черепқа жету күннен қиындап баратыр, шынымды айтсам. Еще один собран, нужно скорее найти оставшие два. Череп тапқанда череп бізге жынданады ғой деймін. Неге мені таптың деген сияқты айғайлайды. Достар, өте қорқынышты ойын. Мен бұл ойынды наушниксіз ойнап жатырмын, өйткені наушникпен видео түсіруге болмайды. Записьті ойынның дауысы шығарылмайды, так что мен сіздерге жаным ашып тұр, достар. Наушникпен бұл екі есе қаттырақ, екі есе қорқыныштырақ екен, білемін. Сондықтан сіздерге жаным ашиды, достар. Бірақ зато қорқыныштырақ болады сіздерге. Көрдіңіздер ме менің каналым пайдасы? Зато түнде туалетке шығуға кішкене қорықпайтын боласыз мен арқамда. Мен әбден сіздерді қорқыт үйретіп істеймін. Или наоборот, кейбіреулер одан сайын қорқағырақ болады. Мен сияқтылар. Так. Кіре алмай баратырмын. Что-то кіре алмай қалдым үйге. Мына үй өте дәу екен. Блин, және де өте бос үйлер көп екен. Бұл біздің түсіміз ба? Бірінші частьін ойнамағанына өкініп тұрмын, достар. Ойынды кішкене дұрыс түсіне алмай жатырмыз. Бұл біздің түсіміз ба? Не вообще бұл ойын? Эвелина кім? Мүмкін бірінші частьінде барлығын түсіндірген шығар. Достар, білмеймін, қаяққа кетіп баратырмын, әйтеуір кетіп баратырмыз. Мына жерде не бар екен көрейік, достар. Бұл үйде өкінішке орай череп жоқ екен. Көзін жауып үлгердім, достар, тағы да. Yes.
Так, мен абсолютно шатасып кеттім. Жоқ, дұрыс. Осы жаққа қаратай жүреміз. Походу, білмеймін, өте дәу карта, өте дәу. Мынандай ашық. Так, мынау күлік па? Тесік екен ғой. Әйтеуір бір жерге баратырмыз, білмеймін. Черептардан өтіп кетпесем болды әйтеуір, достар. Содан ғана қорқам мен. Тезірек өтіп кетпей, бір ойнағаннан өтсем екен бұл енді. Так, мынау калиткадан біз шыға аламыз ба? Өкінішке орай шыға алмаймыз, достар. Мүмкін 4 череп тапқаннан кейін бірақ кетіп шығып кете алатын едім калиткадан. Әзірге бізді Эвелина жібермей тұр, достар. Бірақ ол калитканың артында не бар білмейміз біз вообще. Өте туманды, өте қорқынышты жер. Так, мынау қандай жер тағы өзі? Мынау бір не сияқты жер екен андай? Парк па, немене? Блять, әйтеуір бір ағзат сұрайым, ешкім бізді қуаламаса екен. Бұл шіркеу сияқты. Кіріп көрейік, және сундук көріп тұрмын. Когда найду все черепа, положу их в этот сундук и в нем сожгу дейді. Біз черептерді осы жерде өртейді екенбіз, достар. Так что мына жерді бізге жаттап алу керек. Өте дәу шіркеу. Сонда біз ол черептерді өртесек не болады, білмеймін, достар. Не пайдалы келеді бізде ол черептерді өртесек, не өзгереді, білмеймін, достар, әзірге. Так, мына жерден шыға аламыз ба? Жоқ, жан жағы забор екен, тек қана алдынан ғана шыға аламыз. Және де біздің ойнап атқан персонажымыз темек тартады ғой. Өте тез шаршап қалады екен. Сондықтан тағы да сұрайтыным, әйтеуір бізді ешкім қуаламаса. Ешкім қуаламаса болды, құрысы Эвелина ғана шыға берсек. Мына коридор өте ұзын екен. Қазір прикиньте, арттан біреу қуаласа. Ужас киноны көп көргенім, көп ойнағаным, хоррор ойындарды осыдан білінеді. Всегда маған қазір бір нәрсе болатын сияқты көрініп тұрады. Так, церковьті біліп алдық, қаяқта екен, енді 2-ақ череп қалды, достар. Пожалуйста, ойын бере салшы, маған 2 черепті аяйсың ба? Мына үйдің ішіне болса екен череп. Yes! Бұны басу керек екен. Білем, бізді тағы да бір порталға лақтырды. Бұл кішкене оңайрақ әйтеуір, бағанағыдай жыбырлап тұрған жоқ, мына бір бетондар ма не? What? Түсіне жоқын жота, біз құлап кеттік. Не үшін? Біз құлап кеттік жаңа. What? Түктің сені бермасын болсын. Бұл жерде әйтеуір өлуге болады екен, қайтадан. Бас жағына лақтырып жібереді. Так, достар, мен түк түсініп тұрған жоқпын. Қалай жетеміз? Череп. Жүгіру керек шығар мүмкін. Жоқ. Достар, что-то өте өліп кеттім. Тозақ па немен мына жерден тезірек шыққым келіп тұр, достар. Хотя подсказка бар ма, ё-моё? Түк түсінсем бермасын, достар. Бұна черепті алыстан ұстап көру керек. Мүмкін ең шетінен жүріп көру керек. Тағы да жоқ, достар. Білмеймін, не істеу керек екен.
Блин, ойын тағы бастады ма өзінің каприздарын. Блять, что за хуйня, ё-моё? Қаяқпен жүреміз? What? Заебал, блин. Заебал. Әйтеуір, блин, алдым ғой. Енді бір-ақ тал қалды, достар. Бір-ақ тал қалды. Және что-то Евелина досымыз жоқ болып кетті. Ес, неужели? Опа! Төртінші шерікті да таптық, достар. Бізге азалған сияқты кетуге. What? Түсінбедім что-то. Жүгіру керек шығар мүмкін. What? Тағы да что-то бір хуйнялар басталды. Басқа аяқпен барып көрейік. Мынау жүреді екен. Итеруге болады екен онан. Қаяққа дейін итеріп келді біз. Тағы да итеріп көрейік. Мазафака. Төртінші шерікті де аламыз кез айғалайды. Я собрал. И, бля. Кеттім мен Серіковқа. Нахуй бәрін өртеймін. Кетемін мына жерден. Бля, бәрі қараңыздар, басымыз алайын кетті. Досым шыда. Шыда, досым, өз-өзің ұста. Бәрі жақсы болады біз қазір. Бәрін өртейміз, кетеміз. Уәде беремін, досым, шыда. Шыда, азы қалды, Серіковқа барамыз қазір. Евелинаға төтеп берме. Қазір біз кетеміз, досым. Жүгір, тоқтама. Молодец, көзімізді жаптық. Азы қалды, досым, міне Серіковқа келдік, досым, шыда, өтінем, досым. Төрт черепті тауып сен олай оңай өліп қала алмайсың. Блять, ну Серіков па, я Серіков, досым. Кіреміз, бәрі жақсы. Өртедік. Ес, досым, молодец. Мне удалось выбраться из этого кошмара. Свой купленный дом за городском. Молодец. Ес, өттім, достар. Я қанша ойынды до конца өте алмағам, мына ойын до конца өттім. Қиын болды әрине. Және де бірінші частін обязательно ойнау керек екен, екінші часті. Жаңа көрдіңіздер ме, бірінші частында болған ужастың бәрі болған үйін сатам деді. Я, досым, сат құрсын, кет. Ол кошмарный үйден. Я, достар, мен до конца өттім. Мына видеоны тамашалаған барлық адамдарға рахметімді айтамын. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Және тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де тағы да қайталауды ұмытпайын. 28 подписчигіме үлкен рахмет, мені көріп жатқандарыңызға. Сау болыңыздар.